Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен Вупипайдың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Осындай өте нәзік әрі тәтті торттың рецептін төменге жазып қалдырамын. Ең алдымен біз тестасын дайындаймыз. Ол үшін құрғақ заттарды елекке өлшеп алдым. Сосын майымыз бен шоколадымызды қайнаған суда ертіп алатын боламыз. Толықтай ерігенін күтеміз. Барлығы еріді. Енді салқындатуға қойып қоямыз. Жұмыртқамыз бенен шекерімізді миксерлейтін боламыз. Аппақ болып жұмыртқаның сарысы ағарғанша миксерлейміз. Миксердің ең жоғарғы жылдамдығында миксерлеп аламыз. Міне дайын болды. Енді осыған салқындаған шоколадымызды құйып, тағы да 1 минут араластырып аламыз. Осыған енді құрғақ заттарымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлеп, түйіршектері қалмағанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің тестамыз дайын. Енді осыны теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. 4 қасықтан мен 4 фольгаға салдым. Формасына келтіреміз. Сіздер қалаған формасына сызып алсаңыздар болады. Енді алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште қызып тұрған пешке 7 минуттан пісіріп аламыз. Міне біздің көжіктеріміз дайын. Енді осылардың шеттерін кесіп, тегістеп аламыз. Сосын кремін дайындайтын боламыз. Креміне сливки 33-35% сливки, шиз крем, сосын сахарный пудраны қостым. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдығына дейін көтеріп отырамыз. Креміміз дайын болған кезде миксерге осылай жабысып, өз формасын сақтап тұру керек. Енді біз Вупипайдың насадкасына салып, әдемі сән беретін шариктерін шығаратын боламыз. Видеода көрсетілгендей осылай көтеріңкілеп шариктер шығарамыз. 4 көжігімізді де осылай теріп алып шығаратын боламыз. Біздің тортымыз дайын. Міне осындай болып шығады. Енді мен осының бетіне сливки мен шоколадымызды ерітіп құйдым. Мөлшерін төменге жазып қалдырамын. Міне осылай болып шықты. Холодильникке салып қоятын боламын. Мен бұны баламның туған күніне арнап пісірдім. Сіздер қалағанша сәндесеңіздер болады. Мен сәндегенге киви менен апельсинді таңдадым. Және мастика менен
баламның атын жазып қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Ас болсын.